Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Сіздерге бүгін көзіне сайтан көрінетін келіншек туралы өмірде болған әңгімені тілге тиек етпекпін. Ендеше кеттік. Гүлжан отбасының үлкені болған соң ба, салмақты қыз болып бойжетті. Кейін тұрмыс құрды. Жолдасы да алғашқы кезде салмақты сыпайы болып көрінген еді. Кейін байқады, өте қызғаншақ екен. Кім болса содан қызғанады. Отырыстар мен кештерде достарынан да, көшеде бөгде біреу қарап қалса да, тіпті Гүлжан кейде күйеуін қызған басыншы деп той-томалаққа барудан да қалды. Ал бір-екі бала туған соң, жолдасының қызғанышы басылғандай болып еді. Уақытша екен, кейін қайта бастады. Жолдасы өзі органда жұмыс істеген соң, кілең ер адамдармен жұмыс атқарған соң ба, әйтеуір Гүлжанды қызғана беруін доғармады. Гүлжан ел көз алмайтындай көрікті болмаса да, тартымды болатын. Талай осы қызғаныш үшін үйде ұрыс-керіс шықты. Бірақ тумысынан жуас Гүлжан мұндайда үндемей құтылатын. Тіпті жолдасымен көшеге бірге шықса, қайда қарайтынын білмей, сасқалақтап, алаңдап, өзгелермен мүлдем сөйлеспеуге тырысып, жақындарының өзімен сенімсіз түрде тілдесетін болды. Осылай күндер өте берді. Ал Гүлжан балаларға қарап үйде отырды. Жолдасының бір айлығы шайлықтарынан артылмайтын болған соң, Гүлжан жұмысқа шықты. Онда да оңдырып жұмыс істемей, жұмысқа бір кіріп, бір шығып, қызметінің де берекесі болмады. Сылтау сол баяғы қызғаншақтық. Осы жағдай 4 балаға дейін жалғасты. Ал жолдасы болса балалары көбейген соң, қалада күн көру оңай емес екенін түсінгендей болып, Гүлжанға қайтадан жұмысқа шығуына бұл жолы қарсылық танытпады. Ал бұл уақытта екеуі де баяғы 25-тегі жастар емес, 30-дан асқан шақтар еді. Арагіді қызғанған кейіп танытып қойғаны болмаса, жолдасы бұрынғыдай тиісіп, ұрыс шығарып, мазаламайтын болды. Гүлжанды Алла тағаланың берген несібесін теріп әкеп, бұйырған үкіметтің айлығын алып, әйтеуір біреуден ілгері, біреуден төмен ғұмыр кешіп жатты. Бірақ Гүлжанның бойында алаңдаушылық сезімі мен өзіне деген сенімсіздік, жалтақтық сияқты мінзидері одан әрі өршіп, әбден бойына сіңіп кетті. Ойын да дұрыс жеткізе алмайтын болды. Егер бір нәрсені дұрыс айтпаса, немесе дұрыс жасамаса, біреу оған айғайлап, ұрысатындай күй кешетін болды. Осылайша күндер өтіп жатты. Бірде түн ішінде ұйықтап жатқан Гүлжан шудан оянып кетті. Бейне бір той болып жатыр ма дерсің, ызу-қиқы даңғаза музыка. Ал көзін ашса, бәрі сап тыйылады. Көршілер болар музыка қойған деп көзін қайта ілсе, тағы да шу басталады. Айналада балалар ойнап секіріп жүр ма-ау, біреуге біреу ұрысып жатыр ма, енді біреу бір нәрсе саудалап жатыр ма, түсініксіз. Осылайша бір апта өтті. Басылар емес. Күйеуіне айтса, шаршағаннан болар деп мән бермеді. Қызық енді басталды. Гүлжан жұмысқа бара жатып қайда қараса да, кәдімгі қара, сұр, ақ сайтандарды көре бастады. Кәдімгі шайтан. Құйрығы да бар. Бірде жолын кесіп жүгіріп өтсе, енді бірде електі бағанында аяғын салбыратып отырады. Я болмаса көшеде кетіп бара жатқан бұл оларды жер үйлердің қақпасының үстінде отырған жерінен көреді. Сықылықтап күледі. Ал ұйықтайын деп көз ілсе болғаны тіптен анық көреді. Үйдің ішін шарлап, той-тойлап жүрген оларды тіпті топ-тобымен көретін болды. Гүлжан осылайша 2-3 күн жүрген соң, тамыр ұстап дем салатын, оқитын молдаға да барды. Басында 1-2 күн тынышталғандай болып еді, қайта басталды. Апталап оқылса да еш нәтиже болар емес. Тіпті ол әлгі перілерді күнде кәдімгі адамдарды көргендей анық көретін болды. Бірақ ол туралы күйеуіне басында айтқанымен кейін оны да қойды. Ал Гүлжанның ата-анасы өте алыста тұратын. Оның үстіне олардың да өз проблемалары толып жатқанда, оларды мазалағысы келмеді. Ал әбден есірген әлгі жын-перілер түнде Гүлжанның үстіне секіріп, соғып кетіп, қытықтап, шашынан жұлқи тартып, сықылықтап, қарқылдап күлетінді шығарды. Бізбен бірге жүр, қыдырайық, ұйықтама деген сөздерін айқайлап, тіпті құлағына келіп сыбырлап та айтатын еді. Ал Гүлжан мұндайда молда кісіден жазып алған дұғаларын оқитын. Олар алыстап барып көзден ғайып болады да қайта пайда болады. Сірә жын иектет деген осы болар. Енді амалы таусыла бастаған Гүлжан адам бойынан жын шығаратын арнайы кісіге барып оқытылды. Ол молда біраз оқыған соң, сенің маңайында жүрген жын-перілер өте көп, менің әлім жетер емес, себебі сен өзіңе өзің де көмектесуің керек деді. Қалай?
деген мұның сұрағына ол, өзіңді өзің сенімді ұста, олар бейне бір жас балалар секілді. Сен қорыққан сайын олар өз әдеттеріне баса береді, оларға ойын керек. Күнде дәрет алып жүр, еш ойланбастан намазға жығыл, тіпті күнделікті дұғаларды оқы, үйіңді жинап дұғамен де тазарт. Жолдасыңның таза болуын қадағала, үйіңдегі заттарды өз орындарына орналастыр, үйің тап-тұйнақтай таза болсын деді. Гүлжан бұған дейін үйдің ішіне де дұрыс көңіл бөлмей, жиналмаған төсектің бетіндегі матаны ашып жата кететін еді. Кейіннен тіпті киімімен де ұйықтап қалатын кездері болатын. Ал қоқыс тек үйінің ішінде ғана емес, подъезде шашылып таза болмайтын. Міне, осы жоғарыда айтылғандардың барлығын қалпына келтірген соң, Гүлжанның көзіне әлгілер өте сирек көрініп, тіпті соңыра мүлдем көрінбейтін болды. Ал Гүлжан бұрынғыдай емес, өзіне өзі өте сенімді, тазалықты жаны сүйетін келіншекке айналды. Тіпті мұның осындай күйге түскенін көрген күйеуі де өзгере бастады. Ол да бұрынғыдай таңға дейін қыдыруын доғарып, ішімдікті де мүлдем аузына алмайтын болды. Міне, осылайша өзіне деген сенімділігіне қайта оралған Гүлжан бүгінде өзінің отбасымен бақытты ғұмыр кешуде. Ал сіз қалай ойлайсыз, көзі қарақты көрермен? Гүлжанға көрінген жын ба, пері ме, жоқ әлде психикалық ауытқуға ұшыраудың алдындағы жағдайды бастан кешті ме? Ол жөнінде пірік жазып қалдырайық. Әңгіме ұнаса, тіркеліп лайк басып қолдап қойыңыздар.